Сәлем достар, бүгін біздің шоуды бастамас бұрын бір сөз айтқым келеді. Жалпы әр адамда және өзіңізде де бір құпиялар болады. Бірақ бүгін бізге студияға келген қонағымыз бізге тек шындықпен жауап береді деген үміттемін. Өйткені біздің шоу жасырма деп аталады. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Жағдайыңыз қалай? Жақсы ма? Бәрі жақсы ма? Өзіңізді бір таныстырсаңыз? Мен есімім Алина Сапарбай, жасым 13-те. Мен сізге 15 сұрақ дайындадым. Сұрақтарымды бассам, жалпы сіз жақсы көретін пәніңіз бар ма мектепте? Пәнім бар. Қандай? Ағылшын пәні. Ағылшын ба? Жалпы тілдер ма? Иә. Тілдерге қызығасыз ба? Не үшін сіздің жақсы көретін пәніңіз? Неге орыс тілі емес, неге қазақ тілі емес? Ағылшын пәнін ұнатамын өзім. Жалпы ұнатасыз ба? Өзіңіз үшін оқып жүрсіз ба пәнді? Иә. Жалпы әшейін тілдерді білу үшін ба? Иә. Бопты. Екінші сұрағым, сіздерге мектептен үй тапсырма береді ма? Иә, береді. Соларды орындау сізге қиын ба? Әлде оңай ма? Аса қатты қиын емес. Қатты қиын, өзіңіз орындайсыз ба? Шын айтыңыз. Енді өзім толықтай орындаймын деп айта алмаймын, телефоннан да көремін. Көшесіз ба? Иә. Көбінесе жаттау, конспект па, сөйлейтін түсініктер ма? Көбінесе жазатын түсінік. Түсініктер ма? Бопты. Енді біздің шоу жасырма болғанымен, бір жасырмай айтыңызшы, күніне телефонды қанша сағат көресіз? Мен күніне 4-5 сағат көрем. 4-5 сағат па күніне? Иә. Бұл шындық пе? Әлде одан көп көресіз бе? Жоқ, шындық. Телефоннан көбінесе не көресіз жалпы? Көбінесе Немесе не көресіз? TikTok, Instagram, YouTube? Instagram көрем көбінесе. Instagramда не көресіз жалпы? Instagram рилстер ма? Иә. Немесе біреудің өмірін көріп қызығасыз ба? Жоқ. Жоқ, рилстер ма жалпы? Әшейін рилстер. Сіз өзіңіз фильм, кино, сериалдарға қызығасыз да? Жоқ, мүлде қызықпаймын. Аниме, драма, онда ештеңе жоқ па? Бопты. Жақсы, жақсы. Сіз теледидарды қызығып көретін бағдарламалар бар ма? Мен теледидар көп онша көрмеймін. Көрмейсіз ба көбінесе? Басқа сұрақ қойсам, сіздің ең жақын достарыңыз бар ма? Біреу болсын, екеу болсын. 2 жан досым бар. Қалғандармен де араласам, бірақ солармен қатты араласам. Аттарын айтасыз ба? Немесе құпия ма? Құпия болып қалсын. Құпия болып қала берсін ма? Бопты. Оған қатты тиіспей қойық. Жалпы жаңа достар табу үшін сіз бір әрекет жасайсыз ба? Не істейсіз? Жаңа достар табу үшін мен ештеңе жасамаймын. Басқа сыныпқа көшкенде ғана сол жаңа достар таба аламын. Адамдар өзі сізге тартылады ма? Өзіңіз сондай жарық адам екенсіз, байқап отырмын. Жалпы болашақта өзіңізді қалай елестетесіз? Кім болғыңыз келеді? Мен болашақта салонда жұмыс істегім келеді. Салон? Иә. Қандай салон ашқыңыз келеді? Макияж, шаш істейтін салон. Жалпы бетке ма, сондай ма? Иә. Сіздің хоббиіңіз бар ма? Хобби. Мен хоббиім Жақсы көретін, күніге істейтін бір іс? Онша жоқ. Хоббиім қатты жоқ па? Негізі хоббиге ұйықтау дегенде жатады. Жалпы музыка тыңдау, ондай жоқ па ештеңке? Негізі үй жұмысын істеу де ол да хобби. Адамдармен сөйлесу де хобби. Ондай жоқ па? Қызығушылық. Адамдармен сөйлесемін көбінесе. Ұнатасыз ба? Адамдармен сөйлесуге, общение ма? 10-шы сұрағым, жасырмай айтыңызшы, сіз осы уақытқа дейін ата-анаңызбен көп ұрысқансыз ба? Бір қатты ұрыс керіс болған ба сізбен? Жоқ. Ондай болмаған ба? Кішкентай алашы? Бір адамыңыздың көңіл күйі түсіп, өзіңіздің де көңіл күйіңіз түсіп? Ондай көп болмаған. Болмаған ба? Көбінесе жақсы татуласасыз, иә? Жарайды. Менің келесі сұрағым, сізге мектептен не ұнайды, не ұнамайды?
негізінен? Көбінесе ұнамайтын заттар бар ма? Адамдар онша ұнамайды. Адамдар? Иә. Оның себебі бар ма? Себебі адамдар онша емес, сондай. Онша емес адамдар бар ма? Ал біздің үйірмеден ше? Үйірмеде күшті бәрі, ұнайды. Күшті ме? Иә. Бопты. Келесі сұрағым, осы сұрақ маған өзіме қызық болды ше. Сіз ақша көп құртасыз ба? Күніне қанша құртасыз? Мен көбінесе ақша құртпаймын, экономить етемін. Ақша құртпайсыз ба? Иә. Экономдау адамсыз ба? Иә. Мен де Жинаған жақсы көремін ақша. Жақсы көресіз ба? Қанша жинадыңыз? Айына қанша жинайсыз? Айына дейін. Білмеймін. Ашып санаған жоқпын, копилкада. Санамаңыз ба? Ақшамыз көп бола берсін. Келесі сұрағым, сіздің өтірік айтайтын кезіңіз болған ба? Көп айтасыз ба? Мен өтірік көбінесе айтпаймын. Өтірікті. Өзіме керек кезде ғана айтамын. Керек кезде ма? Мысалы, кешігіп келе жатырмын дегенде, барып қалдым деген сияқты өтіріктер айтамын, шамалы. Кішкентай өтіріктер ма? Иә. Үлкен ондай өтірік болмаған. Бопты. Тағы әлемнің қандай елдеріне саяхаттағыңыз келеді? Мен Америка мен Кореяға барғым келеді. Вау, Америка? США, ма? Не үшін ол жерлерге барғыңыз келеді? Ол жақта себебі күшті әдемі жерлері көп. Тек қана жерлер үшін ба? Әлде сол жерде оқимын дейсіз бе? Адамдар қызық па? Сол жерде де оқығым келеді. Оқыңыз келеді ма? Америкада ма, Кореяда ма? Америкада. Америкада ма? Кореяға өзіңіз қызық барасыз, Иә. Келесі сұрағым, сіз кімге алғыс айтқыңыз келеді? Мен ата-анама және достарыма алғыс айтқым келеді. Және осы үйірмедегі ағайларға алғыс айтқым келеді көп-көп. Қандай алғыс, не үшін жалпы? Үйірмедегі ағайларға бізге көп көңіл бөліп, бізге осындай ағайларды алып келіп, бізге сабақ беріп жатқанына алғыс айтқым келеді. Біз де сізге үлкен алғыс айтамыз. Енді қайта кездескенше. Кездескенше. Сау болыңыз.